Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет. Жаралы жүректе де махаббат өмір сүреді. Әйелді баяғыда күйеуі тастап кеткен. Олар некеде 2 жыл өмір сүрді, сосын ол басқа әйел кетті. Осыдан 15 жыл бұрын. Әйелдің жұрттан көңілі қалды, жүрегі жаралы. Енді мен қатыгез және суық адам боламын деп шешті ол. Енді оны ешкім тастамайды, өйткені оның жеке өмірі барлығына жабық. Ол өз мансабын бастады, кең пәтер сатып алды, және сонда жалғыз тұрып жатты. Және ол оның бойындағы жанашырлық пен аяушылықты ештеңе оята алмайтынына сенді. Ол кенеттен ажырасуды қатты қабылдады, тіпті психологқа да барды. Енді ол өзін жақсы көреді және қамқор болады. Бірақ ол қайын енесін паналатуға мәжбүр болды. Бұрынғы күйеуінің әйелі телефон соғып келуін өтінді. Бұрынғы күйеуі қайтыс болған екен, енді ол пәтерді сатқысы келеді. Бұл әйел үнемі темекі шегеді және күлді тікелей еденге сілкіп тастайды. Және аузынан үнемі жағымсыз арақ иісі шығады. Қазір ол осы жердің иесі және пәтерді миллионға сатпақшы. Оған тек осы қуыршақты алып кетуін сұрайды. Ол үйілген лас шүберектерді нұсқады. Бұл ендіде бұрынғы қайын енесі оралып жатты. Ол бірнеше ескі көрпеге оранып, арық мысықты қысып, тыныш қана өлуге жиналған. Кемпірге тамақ бермеген, ол аштықтан, әлсіздіктен үнемі жаурай берген. Жылы мысықты құшақтап, бірнеше көрпеге оранып алады, сондықтан оны қуыршақ деп атап кеткен. Әйелдің есіне енесінің орта бойлы, тап-таза, үстінен жеңіл хош иіс шығып жүретіні түсті. Енді солған күзгі құрғақ жапырақтай болып жатыр. Қазіргі өмірі мына құрғақ жапырақта әрең жылуы білінердей. Ол такси шақырып, жүргізушіден көмек сұрады. Ол оған ақша ұсынды. Ол кемпірді көрпемен бірге көтеріп көлікке, сосын мына әйелдің пәтеріне апарды. Мысығымен бірге. Ер адам ақшадан бас тартып, оған визитка қалдырды. Көмек керек болса, кез келген уақытта хабарласуды ұсынды. Әйел кейіннен енесін бағып қағудың алғашқы, ең қиын күндерін еске алып, жалғыз өзіне қиын болған болар еді деп түсінді. Барлығы оған көмектесті. Оның бастығы тез ашуланшақ және қатал адам, демалыс туралы өтінішінің себебін біліп, үйден қашықтан жұмыс істеуді ұсынды. Және ол үлкен премия төледі. Ол жылы сөздерін айтып, тілегін білдірді. Кемпірді алаңдамай қарауын сұрап, қиындықтар туындаса, оған жүгінуіне болатынын айтты. Жергілікті дәрігер, орта жастағы әйел, барлығын қатарынан көгершінім дейтін. Дәрігер айтты, мен бұндай көгершіндердің талайын ол дүниеден қайтарғамын, біздің қолымыздан келеді. Мен сізге қағазға бәрін жазып беремін, сіз оны жасайсыз. Ол әр аптаның соңында келіп, қалайсыңдар, көгершіндерім деп сұрайтын. Және тағы да қағазға қалай, не істеу керектігін жазып, күтім мен емдеуді ретке келтіріп кетеді. Ал кешке жұмыстан кейін оның немересі, медбике келіп, кемпірдің тамырынан дәрі құйып кетеді. Және төсек жарасын қалай емдеу керектігін, жаялықты қалай ауыстыру керектігін, массаж жасауды, тіпті гимнастиканы да көрсетеді. Кемпірді өмірге қайтару керек, арнайы жаттығулар жасау керек. 70 жас, көгершінім, кәрілік емес, бұл оның басы ғана. Бұл жастағы өмір жай емес, қайнап тұруы керек дейді де дәрігер және жаңа рецепттер жазады. Аптасына 1 рет әлгі таксист жігіт келеді. Түрлі жемістер мен құлпынай әкеледі. Әйел бас тартпақшы болады, бірақ ол әжек екенін айтады. Ол алады. Алмұрттан компот жасайды. Пеште алма пісіріп кемпірге таңғы асқа береді. Ботқа пісірілген алма және алмұрт компоты. Әйел тамақты дәмді пісіреді, енесін жақсы тамақтандырады. Бұрынғы қайын енесін. Ол сондай-ақ байғұс кемпірге өзінің қажет екенін және сүйікті екенін білдіріп, ана деп айта бастады. Бұл біреуді әкесінің атымен шақырғаннан гөрі жақсы ғой. 15 жыл бұрында ол ана деп шақырған еді. Кемпір күшінап сөйлей бастағанда, бұны қызым деп шақыра бастады. Ол ваннада қалай өзі шомылатынын елестетіп армандай бастады. 100 жыл болды жуынбадым деп әзілдейтін кемпір. Әйел таксист жігітке телефон соғып көмектесуін сұрады. Кемпір әлі өздігінен жүре алмайтын, сәл тұра бастаған еді. Ер адам келіп кемпірді жуынатын бөлмеге көтеріп апарды.
Содан кейін әйел оны жуындырып, тазартып, ыстық судан беті қызарып, рахаттанған кезде жаймаға орап, қайта төсекке көтеріп әкеліп жатқызды. Әйел оған шай ұсынды, ертемен бәліш пісіріп қойған еді. Ер адам рахаттана шай ішіп, бәлішті мақтап, үй иесіне сүйсіне қарады. Әйелге көптен бері жақсы сөздер айтылмаған еді. Ол оған себеп жасамауға тырысты. Бірақ ол оны қалай сағынды. Ол мұны сол күні кешке түсінді. Иә, сен мықтысың, тәуелсізсің, бірақ жақын адамдардан қамқорлық пен ілтипат көрген қандай жақсы. Кейде әлсіз болып, өмір жылдамдығын бәсеңдетіп, күшті иыққа сүйенгің ақ келеді. Бұл әйел мейірімді болу оңай емес, бірақ біреу әрқашан көмекке келетінін түсінді. Біреулер келіп жұмыстың басқа түрін ұсынады. Біреу құлпынай мен алма сатып алып, біреу әрі қарай қалай өмір сүру керектігін қағазға жазып береді. Ал бәрі бірігіп кемпірді аяғынан тұрғызады. Өмірге қайта қосады. Бұл кемпір қазір 73 жаста. Ол өмірге қуанып өмір сүріп отыр. Немересіне бесік жырын айтады, жылы шұлықты оқиды. Оның қазір тамаша отбасы бар. Қамқор қызы, сүйікті күйеу баласы және керемет сұлу немересі. Және мысық. Сол қиын күндерде оны жылытқан мысық. Тек қазір бұл мысық ыңғайлы креслода ұйықтайды, өйткені енді құтқаратын және жылытатын ешкім жоқ. Ал әйел бұл оқиғаны айтқанда, ажырасқаннан кейін мейірімсіз және суық болғысы келгенін есіне түсіріп күледі. Бірақ одан ештеңе шықпады. Ол мейірімді, қамқор, жанашыр болып шықты. Және бақытты. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет.